Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Бекс KZ. Бүгін біздер тағы да Пакопоник ойнайтын боламыз. Бүгін өткен Пакопоникте біздер түсірген болатынбыз. Бір волкаут түсірген болатынбыз. Ол қандай волкаут? Илорис түсірген болатынбыз. Мен одан кейін Шамар ойнадым да, осындай Агуэро, Нойер, Суарес бәрін түсіріп тастадым. Енді сіздерге бүгін тағы бір Пакопоник ұйымдастырсам деп ойдамын. Ал ендеше көп созбай видеомызды кеттік бастаймыз. Бірінші пак кеттік. Бірінші пакта дым жоқ. Жоқ, бұл жерде 80. 80-де нормально былай. Бірақ 80 жоғары керек бізге. Өйткені білмеймін. Мен арнайлап кешірім сұраймын. Арнайлап сіздерге Пакопоник ұйымдастырған жоқпын. Өйткені кеше волкаут түсіретін мынандайдан 4-еуін жинап пак ашқан болатын. Қазір бүгін бізде 2 ғой. Сондықтан кешірім сұраймын. Комментарияларға жазды. Базардан еді, анау-мынау деп. Рахмет, сол жігіттерге Тасболат және де басқа да. Және бір бала жазды, микрофонды жақынырақ қойма деді. Бізде волкаут. Бізде волкаут бар. Новенький игрок. Кім? Бельгия. Азар деш. Мақыл болғанда жарайды. Де Бруйне. 89-шы уровень. Ойлап қараңыздар. Де Бруйне. Мына сіздерге волкаут. Мына сіздерге волкаут. Керемет. Басталмайды волкаут. Бұл өте керемет. Тағы да кім бар екен? Тағы ешкім жоқ екен. Келесі пакта кеттік. Келесі пакта не түседі бізге? Начо Монреал ол новенький екен. Заболетта. Нормально. Сол комментарияға біріп Начо Монреал екінші түсті қатарынан. Осы комментарияға сосын микрофонды не жағыңа қатты ұстама деді. Микрофонды қатты жақындама сөйле деді. Өйткені білмеймін, дауысын қоқып бітеді, анау-мынау істеді. Сол енді бүгін жақындатпай отырмын. Бірақ сәл жақын. Уже бір күннің ішінде 7 лайк. Өте керемет. Менің базардан етісі жоқ бар ғой. I love you подписчик болады. I love you подписчик. Жақында біздейтін бір 32 подписчик болдық. Көп рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Смело лайктарыңызды басып кеттіңіздер. Және арнаға подписка. Арнаға тіркеліп кеттіңіздер. Ол міндетті түрде. Екеуі де міндетті түрде. Сол енді біздің арнаға тіркелсеңіздер, өте керемет болады. Өкінбейсіздер, алдағы уақытта қызық ойындар шығатын болады. Енді мен айтқан болатын, осындай волкаут түсті жаңа. Мен сіздерге көрсетейін жаңа волкаутты. Мә қуанышымда шеше жоқ. Ойлап қараңыз, Кевин Де Брuyне шығып отыр. Мә Агуэро бірінші тұру керек қой. Мә Агуэро аргентинец. Мен осы жерде ең жақсы көретіндерім Ракитич. Өйткені Ракитич Барселонаның адамы. Және де Агуэро аргентинец. Және де Суарес Барселона тоже. Өйткені мен Барселона жақпын, Аргентина жақпын. Оның ішінде енді Аргентина қалай жақсың деп тұрсаңыз, біліп тұрған шығарсыздар. Барселонада кім жақсы көріп тұрғанымды. Месси бәріміз жақсы көреміз. Или Реалдың фанаттары болса кешірім сұраймын, бірақ мен Барселонаға жақпын. Енді комментария жазып кетіңіздер, кімге жақ, анау-мынау. Бір где-то 10 минут или 15 минуттық болады бұл видео, өйткені Караско, яғни Феррера Караско шықты. Так. 15 минуттық или 10 минуттық болады.
солай. Келесі пак. Тым жоқ. Родригес деген бір Швейцарияның адам. Ешкім жоқ. Және достар, айтып кететін жағдай. О, Пако. Ё-моё. Да, ну... Джорди Алба, ё-моё, Барселонаның адам тағы шықты. Жестко. Және... О, кім? Бар адам Коутиньо. Бір Фирмино шыққанда. Мә, көріп тұрсыздар ғой. Қаншама волкауттар еді. Давай енді бір волкаут түсіріп көрейік. Бір волкаут бар. Өте керемет. Көрейік. Түсе ме, түспей ме? Тағы да жоқ. Кешірім сұрайым. Задза. Ойнайтымыз Заза ғой. Комментария жазып кетіңіздер. Кім-кімге жақ. Сол адамдарға айтарым. Жасырмай айта беріңіздер. Кімге жақ, мынаған жақ па. Оппоно. Емтетейді что-то Барселонаның күні бүгін. Барселона алға. Мә, осы пактан дым түспейді. Облак түскенде вообще керемет болатын еді. Жоқ. Тағы да жоқ. Мә, осы адам нешінші түсіп жатыр. Менде мынаны қараңыздар, менде 1944 адамдырына фотоны көріп тұрсыздар ма? Соның астында осындай сан тұр, сол менде осыншама адам бар. 2000-ға. Және достар, кешірім сұрайым. Стопқа қойға тура келді. Кішкене нақып қалдым, просто. Енді біз дейтін әріға жалғастырайық. Бізде бір волкаут түсті. Енді бір тағы да түсіріп көрейік. Жестко отсыз, жестко. Бір волкаут түсірсек, хотя бы 15 минут бойы. Біз қазір нешінші минутта тұрық? 8-ші минутта жүр, 8:30 болды. Уже. Сондықтан арыға жалғастыра берейік. Комон хотя бы бір волкаут түссе керемет болады. Достар, сіздерге алдын ала айтып Садио Мане, ё-моё. Қайта айта түседі, осымен 4-ші айтпайды. Тағы да жоқ. Волкаут тағы жоқ. Жама тейіп атыр. Шеше, бұл видео волкаут болды. Мәне, екінші волкаутымыз новенький игрок еще. Германц. Тағы да неміс. Кім екен? Кім? Лам шығар, құдай білет. Ламба. Бір... Мац Хумец. Мә, что-то Баварияның адамдар көбейіп кетті менде. Бетек, мынау 2 жетсін, сосын видео тоқтатылады. Мені сіздерге айтқан 2 волкаут түсіріп бердім. Ана видеода бір волкаут түсірем. Енді 2 волкаут ойлаңыздар. 2 волкаут түсіру деген оңай емес. Оңай жұмыс емес ол. Ешкім ойланғасын, оңай жұмыс қой. Өте оңай. Кім істей алмайды мұны деп айтпаңыздар. Өте қиын шаруа. Өте қиын. Бірақ нең болып
қуанышыңа орай шығып қалуы мүмкін, сондықтан үмітіңді үзбеу керек. Типа енді шығады ғой, шығарам деп кәдімгі шынданып келіп неғылсаң түседі. Бір неден қозғалмай тұр әлі. 2000-ға жетсін, видео тоқтатылады сол өзі. Давай, волкаут. Енді бір-екі волкаут сүрсем болғаны. Колумбияның адамы және бізде нормальный игрок бар. Тағы да нормальный игрок емес бұл, өте нашар игрок. Так, достар, кешірім сұрайып, ондай оғатыр десеңіздер, кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын, достар. Сіздерге өте қатты кешірім сұраймын. Ұялып тұрмын. Кешіріңдер, достар. Кешіріңдер мені. Енді, достар, не істейміз? Болды, осымен видео лайк басыңыздар, арнаға тіркеліп подписаться етіңіздер, және ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса да лайк басыңыздар, өтініш лайк басыңыздар, каналға тіркеліп лайк басып кетің. Көріп тұрсыздар ма? Негрді менің подписчиктеріме осы сіздерге айтар. Серхио Роберто! Все, достар. Видео осымен болса, достар, ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліп, және каналға да подписаться етіңіздер, өтініш. Давайте, достар.